Сара оңтүстіктің қызы. Әкесінен ерте айырылды. Анасы Индира емханада тазалықшы боп қызмет ететін. Жастайынан жесір қалса да, үш құлынымды ешкімге өгеспеймін, қара шаңырақтың түтінін өшірмеймін деп күйеуге де шықпады. Біреуден ілгері, біреуден кейін тұрмыс кешкен қарапайым отбасы еді. Сара үйдің үлкені болғасын, анасы балаларының тамағын табам деп тынымсыз еңбек етіп жүргенде, үйіндегі бауырларына бас көз болып, тамағын дайындап, кірлерін жуып, үйді де тазалап, бәріне үлгеретін. Әкесі мен анасының мөлдір махаббатынан өмірге келген Сараға табиғат сұлулықты аямай беріпті. Сәби күннен ақ көрген кісілер, апырмай, мәрмәрдай аппақ көзін айтсайшы жаудыраған деп таңғалысатын. Ондайда марқұм әжесі, тәйт, бала болғасын, күн көрмегесін әппақ болады да, ертең ақ әкесіне ұқсап қара домалақ боп шыға келеді деп жекіп, білдірмей бас бармағын саусақ арасынан шығарып отырушы еді. Индираның ақтығы мен оймақ ернін, Самат әкесінің мөлдір жанары мен қыр мұрнын, қара толқынды шашын Сараға берген жаратқан шебер ғой. Сол сүйкімді Сара балақайдың ізінен Мәрлен інісі мен Жәния деген сіңілісі ерді. Балалардың бәрі сабақтарын үздік оқып, достарының арасында сыйлы болды. Сара 11-ші сыныпты бітіргенде, Мәрлен 7-ші сыныпты, Жәния бастауышты тәмамдады. Мектепті үздік тәмамдаған Сара тек білім қуып, өзіне көңіл білдіріп, хат жазып, телефон шалған ешбір жігітке назарында салмады. Арманы оқуға түсу, сосын жұмысқа тұрып, анасының жанына жалау болу, өзінен кейінгі бауырларына қамқор болу еді. Анасы да Сарам оқуға түсіп, ертең нанын жегізеді деп күніге айтып отыр. Тезірек Алматыға кетуді ойлаған Сараның себебі бар болатын. Себебі мектеп бітіруін аңдаған көп жігіттердің бірінің алып қашып кетпесіне кім кепіл? Бұл жерде алып қашу дәстүрге айналып кеткен. Қайтып келсең, қара бет боласың. Неден қашсаң, соған жолғасың дейме? Қолына аттестатын алып, жолға дайындалып, ертеңгі жолға таза болып шығайын деп, сіңілісі Жәнияны ертіп, келесі көшедегі Моншаға кетті. Моншадан шығып, жайбарақат келе жатқанда, арт жақтан жүйткіген қара шетелдік көлік тоқтады да, ішінен бір жігіт шығып, тал түсте сіңілісін итеріп жіберді де, Сараның қолындағы пакетін лақтырып, өзін айғайлап қарсыласқанына қарамай, қолын қысып, көліктің артқы есігінен кіргізіп, артынша өзі де кіріп, есікті тарс жауып, рөлдегі жігіт бар жылдамдықты басып, жүйткіді. Артта аңырап қалған сіңілісі Жәния өзінше көлік ізінен қуып тырмысып келеді. Көлік Сараның үйінің қасынан өткенде, үйден анасы шығып көріп қалардай, Сара айғайлап есігін ашпақшы болып еді, құлыптап тастаған екен. Жанындағыны да, рөлдегіні де танымайды. Қорқып, кемсеңдеп, жылап жалына бастады. Мені жіберіңіздерші, жалынайын, қайда апара жатсыздар? Қос қолымен қасындағы жігітті әбден сабалап, ботадай көздерінен шарасыздықтың ащы жастары ыршып түсті. Шашына орап алған сүлгісі де ағытылып, бұйра шаштары төгіліп иығына түскенде, Сараның ғажап сұлулығына рөлдегі жігіт айнадан қоңыр көздерімен еріксіз сүзіліп қарады. Бірдеңе дейін дегісі келді де, ернін тістеп ала қойды. Бұны Сара да байқап қалды. Моншада телефонның керегі болмас деп, үйінде қалдырып кете қойып еді. Жүзі жылы екен деген оймен рөлде отырған Талғатқа, сіңілімді уайымдап отырмын, үйге жеттім екен, хабарласып жіберейін, телефон беріңізші, деді. Талғат телефонын алды да, өзі біреуге қоңырау шалып, дайындала беріңдер, деп қалтасына сүңгітіп жіберді. Еш қайран болмасын түсінген Сара, алып қашудың құрбаны болғалы жатқанын сезді. Күйеуім кім? Мен танымаймын ғой. Танымасам, оны сүймесем, алдағы өмірім не болады? Оқуым қайда қалады? Мені бұдан құтқарса, отбасым құтқарады деп ойлады. Көнбеймін, қуғыншы болып келгенде бірге кетем. Анам қалауымсыз ол жерде тастамайды деді.
қала үлкен болғасын. Сара тек өз ауданын ғана 5 саусағындай біледі екен де, мына келе жатқан көшелер оған таңсық екен. Шамамен жарты сағаттай жүріп, машина сигналын безілдетіп, зәулім үйдің қасына келді де, ашық тұрған қақпасынан аулаға енді. Аулада кәрі жасы, бала шағасы топырлап, мәз-майрам боп күтіп тұр екен. Көліктің есігін ашып, 2 алып қашушы жігіт түсіп кетті. Сара көліктен түспей отырып алды. Қандай реакция көрсетерін де білмей дал болды. Тек көздерінен жасы сырғи берді. Шықпасына қояма? Көп әжелер мен жеңгелер өзіне қарай келіп, ішіндегі үлкені, қолында алтын білезігі жарқыраған қолын бұған созып, айналайын, қыз мұраты кету, жар болу, ана болу. Бірінші бақ деген, бағыңды итермей қолымнан ұста деді де, Сараның жұмыр білегінен тартып, сыртқа шығарып алды да, басына шашақты ақ орамалды салып, маңдайынан сүйіп үлгерді. Орамалын лақтырып тастағысы келіп ұрсайын десе, кішкентайынан үлкенге қарсы келмей өскен ол тәрбиесінен аса алмады. Миы зыңылдап, құлағы шулап кетті. 2 жеңге қолтығынан демеп үйге кіргізіп, ақ шымылдық ішіне жайылған көрпеге отырғызды. Сара сабырлы түрде, қалмаймын, өз еркіммен келмедім, шешеме айтыңдар, мені алып кетеді, деді. 2 әйелдің бірі толықшалау келген, әсем бейнесіне гүлді ақ жаулығы жарасқан, жасы 30-дардағы келіншек Әлия сықылықтай күліп, бәріміз өз еркімізбен келмедік, бірақ қазір сол күйеусіз күніміз қараң, баласында туып отырмыз, деді. Өзін мазақтап отырғандай сезінген Сара ызаға булығып, мен сен емеспін, өз мақсатым, таңдауым бар, кетем, деп орнынан тұрды да, бар екпінмен бөлмеден шыққанда бір кемпір алдына жата қалды. Кенжетайымның бақыт үшін жан құрбан, кетем десең өз бақытыңды тепкенің, мені атта да кете бер, мені сыйламасаң да орамалымды сыйла, деді. Апа, сіздің қызыңызды осылай танымайтын жігіт алып қашса келсер медіңіз? Деп тізерлеп отырып жылай кетті. Кім мені алып қашқан? Көрсетіңдер. Егер жүрегім қаламаса, үстіңізден аттап кете беремін, деп қатты-қатты сөйледі. Бәрі улап-шулап, қызды жатын бөлмеге қайта кіргізіп, қазір күйеуің келеді, оңаша сөйлесіңдер, деді. Сара сан түрлі ойлардан миы ашып кетті. Кім екен? Тұрмыс жағдай жақсы екені көрініп тұр. Алайда өзі қандай? Өмірімді бірге өткізетін жан болғасын көңіліме кішкентай болсын ұнау керек қой. Жасы қаншада екен? Оқыған, жұмысы болса екен. Өзімді ешкімге қимай жүргенде ұсқынсыз қарғаның жемтігіне айналған аққу болып қалмайын деп өз ойынан шошып кетті. Есік ашылып, ішке күйеу кірді. Қарап қалса, сұңғақ бойлы, қапсағай денелі, кең иықты, сымбатты, денесі тартылған, қой көзді, аққұба өңді жігіт кино актерларындай алшаң басып, бұған қарай келе жатыр. О, бұл бағана өзін алып қашқан, көлікті жүргізіп келген жігіт емес пе? Деп ойлады Сара. Көлікте жүзінен назар аудармаған екен. Менікі болса екен деп, әр қыздың арманына айналған сер екені көрініп тұр. Сонда да сыр білдірмей үнсіз қалған Сараны Талғат сөзге тартты. Сара, сені біраздан сыртыңнан танимын. Әлеуметтік желден сені көріп, сол сәттен бастап өзіңді ұнататынымды сездім. Бірақ сені бұлай алып қашпай, таныстық, сезім, махаббатпен отбасын құру керек еді. Бәрі аяқ асты болып кетті. Мен келіспегенмен, үйдегілер көнбей, жағдай осылай болды. Сені жылатпауға сөз берем, тек келісімің берші, деді. Талғат өзінің 28-де екенін, құрылыс саласында сәулетші екенін, 3 ағайынды, өзінен үлкен әпкесі мен кейінгі 25-те бойдақ інісі бар екенін айтты. Сараның бағанағы кетем деген ойы мүлде жоғалып кеткен бе? Бір көргеннен ғашық болу осы ма? Әлде жігіттің гипноздаушы қасиеті бар ма? Не айтса да мақұлдап, бас изеп, өз еркімен келгенін қолхатқа жазып берді.
Талғат бөлмеден шығып бара жатып, барлық үшін кешір деді. Расымен, менің тағдырыма осы Талғатпен бас қосып, бақытты ғұмыр кешу жазылған болар деген ойлардың ортасында қалықтап жүр. Күн ұясына батты. Бір жеңгесі алдына тіске басар мен сусын әкеп берді. Әлденіп ал деді. Хабаршылар жеткізген болу керек. Анасы, туыс жеңгесі тағы бір ағайынымен келіп, үйде айқай-шу, азан-қазан болып жатты. Бөлмеге ентелеп кірген анасы, қызым-ау деп құшақтай жөнелді. Екеуі ұзақ әңгімелесіп, Сара осында қалатынын айтты. Анасы болса, маған бауырларыңа алаңдама, маған сенің бақытты болғаның керек деді. Қыз көнгесін, қуғыншылар да ашуы басылып, үйлеріне тарады. Әртүрлі сезім бойын билеген жас келіншек көз алдына күйеуінің күлімдеген бейнесін елестетіп, көңілі жадырап сала берді. Енесі келіп, айналайын, кеш батты, ауқаттанып ал да демала ғой, ертең үлкен той бар, шаршап қаларсың деп кетті. Содан кейін я Талғат, я басқа жан бөлмеге кірмеді. Сара да тәтті ұйқының құшағына енді. Таң атты. Тойдың қамымен бәрі ерте тұрып, тірлік қайнап жатыр. Көршілер, жамағайындар келуде. Әлия абысыны келіп, қазір беташар дайындала бер, деді. Ашық тұрған бөлме есігінен сығалап, Талғат сіздеді. Әне, сырттан кіріп келеді. Маған келе жатқан болар, деп жымиып қалды. Алайда Талғат, Әлия абысының қасына барып, дөңгеленген ішінен сипады. Әлия құлағына бірдеңе сыбырлады. Қатты жаман ойламайын, қайны жеңге арасындағы әзіл ғой, деп Сара өзін жұбатты. Талғат бөлмесіне кірмеді. Орнына осы әулеттің екі келіні кіріп, басына жаулығын жауып беташарға ап шықты. Маусымның ми қайнатар ыстық күні болатын, басында жабылған орамал өте жұқа екен. Ыстық аптап соғып, әрі сырттағы жандардың бейнесін де шырамытып көріп тұр. Асаба жігіт беташар рәсімін бастап кетті. Өлі аруақ, әулет үлкендеріне, тағы басқа ағайындарға иіліп сәлем салып тұр. Оң жағында үлкен ер адамдардан кейін Талғат та тұр екен. Оны көріп қуанып кетті. Өзіне қарап тұрғаны байқалады. Көзқарасы магнитше тартқандай сезіледі. Қасына жасы екілер шамасындағы кішкентай ұл добын теуіп келді де, «Папа!» деп аяғынан құшақтай алды. Талғат ұлды көтеріп, мойнына салып алды. Папалап бұлдырлаған ұлдың сөзін естіп, одан кейін не болғанын Сара түк түсінбеді. Біраз уақыттан соң орамалын әулеттің үлкен әжесі ашып, маңдайын сүйді. Асаба қасына күйеу жігітті шақырғанда, Талғат емес, өзі танымайтын, бойы өзінен аласа, шекіл сары, маңдайы қыртыс, талпақтанау, бадырақ көз жігіт Болат келіп, тұра қалмасы бар ма? Бұл не? Өңім бе? Түсім бе? Мені алдап соқты ма? Расымен қарғаның қақпанына түстім бе? Неге? Талғат кім сонда? Мені неге алдады? Сөйлегісі келеді, айғайлағысы келеді, бірақ мына көмейде тұрған өксік көкірекке қадалып, ештеңе шығар емес. Тек алданып сан соққанын, Талғат айтқан өзінен кейінгі інісі осы өзінің күйеуі екенін түсінді. Содан кейін Сара сөйлемейтін болды. Сөйлегісі келсе үн шықпай, мылқауға айналды. Мыржық Болаты, күйеумін деп өзін көрсетуге бара жатқанда, Сараны көнбей кетіп қалады деп ойлап, орнына Талғатты көнбесіне қоймай, жеңгелері кіргізіп жіберген екен. Және бұл жоспардың іске асқанын жуып өздерінше тойлаған. Не де болса, беташары өтсін, сосын қайда барады? Ұяты бар қыз болса, көнеді деп есептеген екен. Есептен де жаңылмапты. Осылай Сара Болаттың әйелі атанды.
Беташардан кейін жастар тойы болып, Сара ақ той көйлегін киіп, нағыз аққуға айналса, қасындағы жұбайы күжірейген семіз, сары шымшық еді. Тойда Сараның анасына алтын жиынтығы мен сіңілісіне алтын сырға, тағы туыс апасы мен жеңгесіне алтын жүзік тағылды. Қалың мал есебінде конвертке салынып, қомақты ақшасын қоса берді. Бір аулада қатар соғылған екі үй бар. Үлкен үйінде ата-енесі, күйеуі және өзімен 4 жан тұрса, келесі үйде қайнағасы Талғат, келіншегі Әлия мен ұлы үшеуі қоныстанған. Жас келіннің қолынан шай ішеміз деп, алғашында Талғаттар осында келіп тамақтанып жүрді. Жер үстелге жайылған дастархан бұрышында жастыққа жантайып, сызылып шай құйып отырған бұған кесесінен шай ұрттай бере ұрлана қарайтын. Жары Болат болса, Сараға алғашқы неке түнінде тиіспей, өзің қалаған кезде болады деп, одан бері де 1 айға жуық уақыт сырғып өтіпті. Сырт пошымы келіссіз болса да, адамдығы бір төбе екен. Анасы Индира қызының сөйлемей қалғанын уайымдап, білікті дәрігерлерге апарып көрсетті. Невропатолог бәрі дұрыс, тек психикасына ауыр соққы тиіп, соған қайтарған мидың кері реакциясы болуы мүмкін. Өзіне байланысты бәрі, сөйлеп кетуі әбден мүмкін деді. Сараны ажыратып алып кетем деп келгенде, Сара басын шайқап, анасының қолынан білегін суырып алып қалатынын ишарамен жеткізді. Сен қор болмаш, жыламасаң болды деп, сонымен бұл жақпен арасы тынышталды. Күндізгі үй тірлігінен шаршаған Сара түнгі ұйқы қамымен бөлмесіне кірді. Көлік жуу орталығын ашып, дөңгелетіп отырған Болат бүгін кеш қайтатынын ескерткен. Жерге өзіне төсек салып, жастыққа басы тие салысымен көз ілініп кетті. Түсінде қайнағасы Талғат ешкім жоқта үйге келіп, басындағы орамалын шешіп, буылы тұрған толқын шашын тарқатып жіберіп иіскеп тұр. Өзін итерген Сараның қолынан ұстап, жерге құлатты да көйлегінің түймелерін ақта бастады. Сара қарсыласып жатса да күші жетер емес. Оянып кетсе, күйеуі Болат екен. Араққа сылқия тойып алыпты. Күтем дегенге өмір бойы күткізейін деп пең? Сені сувенир қылып алдым ба? Бұл жолы менің дегенім болады деп. Былапыт сөздерді жаудырып, Сараның үстінде оны умаждап киімдерін шешті. Шыңғырайын десе дыбысы шықпай, Сара да бұлқынды, жұлқынды. Көзінен от жарқ ете қалды. Сөйтсе, ашуланған байсымағы бетінен жұдырықпен қойып қалыпты. Ойын алған істеп, көңілі көншіген Болат теріс қарап жатты да, тоңқайып ұйықтап қалды. Абыройын сүймеген жанға бергеніне өкінішпен жылаған Сара көрер таңын көз ілмей атырды. Басқа не күттім? Анама еріп кетпей қалам дедім. Не үшін қалдым? Түбінде осылай болар еді, әлде Талғаттан үміттендім бе? О тоба, миымды арам ойдан тазалай гөр деп бір аунады. Алаулап таң атты. Болат ерте тұрып, көлігін оталдырды да қалаға шығып кетті. Сараға қарауға бет жоқ. Ата-енесіне Сара таңғастарын дайындап, шайын құйып отыр. Енесі бір кезде, құдағимен сөйлестім, сырқаттанып қалыпты. Болат екеуің барып жағдайын біліп, тәттілеріңді алып барып қайтыңдар. Болат қайда, үйде ме? Сара басын шайқап жоқтығын білдірді. Енесі, оған не болды? Аманшылық па екен? Бүгін сенбіде демалатын еді ғой. Хабарласып көрейін, деп Болатқа звондаған еді. Ол бірақ көтермеді. Енесі, онда Талғатта бүгін үйінде демалып жатқан шығар. Күн сымай тұрғанда сені көлігімен апарып алып келсін. Әлия түскі кешкі тамақты өзі әзірлеп берер. Алаңдамай барып келе ғой, кешке қайтарсың, деді. Төркінге деп жинаған анау-мынауын сөмкесіне салып, дереу жиналып далаға шықса, қайнағасы да шығып жатыр екен. Тез қайт, уайымдаймын, қызыңда сағынады деп келіншегі Әлия ішін сипап, күйеуінің ерінен шөлпеткізді. Көріп қалғанына ыңғайсызданған Сара екеуіне сәлем беріп, көлікке жақындай берді. Талғат көліктің артқы есігін ашып,
Джентльмендерше Сара отырғасын есігін жапты. Сонымен жолға шықты. Үй арасы 1 сағатқа жетер-жетпес жол. Әшейінде тез жүретін көлігін әдейі жай айдап келе ме, асығар емес. Көліктегі айнадан Сараға қарап, Талғат әңгіме бастады. Сара, саған қиянат жасадым. Сенің осындай сөйлей алмай қалғаныңа да мен кінәлімін. Сені жылатпаймын деп, жұбатуға да жарамай қалғаным үшін кешірші. Расымен де, алғаш сенің суретіңді көргенде, денеме ыстық тоқтарап қызып кеттім. Сені Болат көрсеткен болатын, ұнатамын. Танысқым келіп жатсам, жауап бермейді, блоктап тастаған деп. Сол сәттен бері үнемі сенің бейнеңді ұйықтар алдында көріп барып жатамын. Сол кезде түсіме кіресің. Нәзік, аққудың көгілдіріндей қалпыңды өңімде болмаса да түсімде құшақтап сүйейінші деп тілеймін. Уақыт өте бұл маған аздық ететін болды. Сені күнде көруді қажет еттім. Бірақ мен үйленген, балам бар еді. Жалғыз мүмкіндік Болатқа сені алып қашып, әйтеуір сені күнде көрсем болды деген сайтан алғыр ойға тоқталдым. Бірақ сезімім жай құмарлық деп ойлап ем, қателеспін, бұлай алапатқа айналады деп ойламадым. Болатқа сені алып қашып бергенім үшін қазір өкінемін. Ол менің бауырым, ал сен менің қалтқысыз сүйетін адамымсың. Қалай бауырыма опасыздық жасай аламын? Өзімді, сезімімді тұсаулап, әзірге шыдап жүрмін. Сен ше? Мені көргенде көзің жанып еді, сол от махаббат оты ма? Мені ұнатқасын қалдың ба? Маған деген сәл де болса көңілің бар ма? Үнсіз қалмашы. Айғайла, ұрыс, тек үнсіз қалмашы. Сенің даусыңды сағындым. Сөйлеші, жүрегімді елжіретші деп көзінен шыққан тамшы жасты Талғат бармағымен сырып тастап білдірмеуге тырысты. Бәрін тыңдап отырған Сара жасқа булығып, солқ-солқ етіп жылай бастады. Жүрегіне қатқан қара мұз жібігендей сол жас таусылар емес. Осы сөзбе күтіп жүргені. Талғат қатырған мұзын өзі ертіп алды ма? Еңірей берді. Келін мынау деп те ұялмады. Талғат дереу көлікті жол жиегіне қойып, артқы есікті ашып Сараны қолынан ұстап, далаға алып шықты. Талғат, жыла, шығар ішіңдегіні, мені кешірші ботам, гүлім деп қыпша белінен қысып құшақтап алды. Сара екі қолымен кеудесін сабалап ұра берді. Талғатқа бұл ұрғаны майдай жағып, бұйра шашынан сипап, басын кеудесіне қысты. Сені жылатпаймын енді деді. Екеуі құшақтасып, сағыныштар басылғанша ажырамай тұрды. Талғат Сараға жымиып, ашуыңыз басылды ма ханшайым дегенде, Сара «я» деп сөйлеп кетті. Қатты қуанған Талғат, «я» деген тіліңнен айналайын деп ерніне сүлікше жабысты. Таңғажайып сәттің бітпеуін тілегендей, екі ғашық көздерін жұмып алған. Жан-жанда көліктердің безілдеген сигналынан кейін естерін жинап үлгеріп, екеуі тез-тез көлікке мінді. Алдына жайғасқан Сараның қолын қысып, жол бойы екеуі сырласып барды. Әлиямен қалай таныстың, оны сүйесің бе? Деді Сара. Бірден қойылған бұл сұраққа Талғат, Әлия екеуміз студент кезде таныстық. Ол менен 2 жас үлкен, әрі бір курс жоғары оқыды. Маған жоғары курс жігіттері тиіспекші болғанда, Әлия оларға қарсы шығып, енді көрсе деканға баратын айтқан. Содан бастап екеуміз алғашында дос болып араластық, кейін бауыр бастық. Ол менің алғашқы махаббатым. Оқу бітіргесін бірден үйлендік. Үйленгесін сезім өзгереді екен. Ұлымыз келді өмірге. Енді 3 айдан соң қызымыз болады бұйырса деді. Сара өкпелеп, мен сонда қандай махаббатыңмын дегенде, Талғат оған, сен менің соңғы махаббатымсың, себебі сенен кейін біреуді сүюім мүмкін емес деді.
Бұл сөз Сараны ойландырып қойды. Сара төркініне келді. Есік алдынан інісі Мәрлен жүгіріп шықты. «О, құда бала» деп Талғат амандасып, арқасынан қақты. Ол да мәз болып қопаңдап үйге зытты. Сіңілісі бұрымы желкілдеп жетіп келіп, әпкесін құшақтап алды. «Әпке, сізді сөйлемей қалды деп мама күнде жылайды» деп бірден әңгімесін айта кетті. «Анам қайда?» деген Сара үйге кіріп, кереуетте жатқан анасына барып құшақтай алды. «Анашым, қалайсыз?» деді. Индира қызының даусын естіп, қуаныштан жылап, «Енді жақсымын жаным» деп қызын бауырына басты. «Құда бала кепті ғой, Болат қайда?» деді Индира. «Болат жұмыста болғасын, сіздің жағдайыңызды біліп кел деп Талғатқа ертіп жібер денем» деді Сара. Индира: «Әй, келін қайнағаның атын атаушы ма еді?» деп кейген соң: «Ай құда бала, қызым енді атамайды атыңды, абайсызда айтып қалған ғой» деп ақтап жатты. Талғат: «Ой, қазір 21 ғасыр ғой, қатып қалған салтпен жүрмейміз, қалай ыңғайлы солай айта берсін» деді. «Құдағи, қызыңыз кімге ұқсаған десем, сізге аумай қалған екен ғой. Сізге жетпейді бірақ сұлулығы» деп ауырып жатқан Индираны бір күлдіріп алды. Мәз болған ана: «Ой бұ, не ап тұрмыз? Жүріңдер шай ішейік» деп кухняға кетті. Сара анасын отырғызып қойып, шай дайындап, күріш тамақ істеп, қоюлап шай берді. Мәре-сәре болып отыр бәрі. Кішкентай Жәния Талғатқа қарап: «Құда бала, сіз әпкеме неге күйеу болмайсыз? Екеуіңіз әдем боп тұрсыздар, 100-ден болса 10 емес» деп қойып қалды. Анасы құда бала дегесін Жәния да Талғаттың есімін құда бала деп ойлап солай атайтын. Бұндай әңгіме күтпеген бәрі аң-таң болып, Талғат қипақтап, Сара қызарып кетті. Анасы жуып шайып: «Әй баламысың» деген. «Мән бермеңдер» деп жылы жапты. Қан қысымынан жапа шектім деген Индира: «Уайымдама, келе берме, өзіңе қара, ата-енеңді сыйла, күйеуіңді күт» деп Сараға бар ақылын айтып шығарып салды. Терезеден қарап тұрған Жәния әпкесін Талғаттың белінен құшақтап, шашынан иіскегенін көріп қалып: «Мама, Жәния құда баланың әйелі болады» деп айтты. Мән бермеген анасы: «Қой қызым, ондай ұят әңгіме айтпа енді» деді. «Неге? Жаңа құда бала әпкенің белінен ұстап, шашынан иіскеді ғой» деді Жәния. Анасы шошып кетіп: «Жәния, екінші естімейтін болайын» деп тыйып тастады да, өзі де естігеннен секем алып қалды. Үйлеріне келіп, көліктен түскендерін көрген Әлия тырысып қалды. Талғатқа: «Неге көліктің алдына отырғызасың?» деп шап ете қалды. «Онда тұрған не бар? Жайма сенікі» деп көзімен Талғат жұмалды. Екіқабат әйел сезгіш келеді емес пе? Іші қылп ете қалды. Келіннің көзінше маған жауап бермей жер қылды деп іштей қынжылып, көзінен жас ытқып кетті. Онысын білдірмей аулада құммен ойнап жатқан баласын орнынан тұрғызып, үстін қағып, «Осы ойнағаның жетер» деп жекіп, ақысын баласынан алып үйіне жұлқып әкетті. Оған мән берген Талғат жоқ. Екі көзі үйіне маңғазданып басып бара жатқан Сарада. Сара десе Сара ғой деп жанарымен оны аймалап тұр. Сарада есігін аша бере бір қарады-ау. Телефонда боламыз деп ымдап белгі берді. Әруақтай бозарып жүретін әйелі үйге жауқазындай жайқалып кірді. Болат қарап: «Апам қалай екен? Жақсы сияқты ғой, түрің айтып тұр» деді. Уайымдайтын ештеңе жоқ, бәрі жақсы екен деп еді. Әйелінің даусын алғаш естіген Болат аңырап қалды. Атасы мен енесі айналып толғанып, үндемеуінің себебі анасын сағынған екен ғой, мауқын басып келгені жақсы әсерін берген екен деп мәз болысты. «Ерте келдіңдер ғой. Қалай, құдағи жақсы ма?» Сара: «Қан қысымы ойнап тұр екен, сіздерге сәлем айтты» деп бөлмесіне кіріп кетті. Болат та кіріп: «Сара, кеше көпшіп қойыппын, өзіме жауап бере алмай қалдым. Кешірш» деп артынан келіп, мойнына алтын алқа тақты.
Күйеуім ғой деп өзін болған жағдайға көндіріп, әрі сендіріп үлгерген Сара Болаттың тосын сыйына тосырқап таңданып қалды. Сыйлықты кім ұнатпайды? Әрі бұған дейін оған ешкім мұндай қымбат әшекей сыйлап көрмепті. Аққу мойнын киім кигенде бос тұрмасын деп арнайы алдым деді. Әлі 18-дегі балалығы кетпеген Сара мәз болып айнаға қарап, рахмет деді. Сен мендік болғаның үшін барлық әлемдегі байлықты табаныңның астына тастаймын деп қойды күйеуі. Қыз құлақпен сүйді емес пе? Сыйлығы, тәтті сөздері осыған дейін ұсқынсыз болып көрінген күйеуін басқаша, анығырақ айтқанда сүйкімді етіп көрсетті. Тек жай рахмет па? Деп келіншегінің қолынан сүйген соң, жымиып күліп, Сара Болаттың бетінен ыстық демімен өпті. Осы сәт тоқтап қалсыншы деп Болат іштей күбірледі. Сара жол жүріп шаршап келгесін төсегіне ертерек жатып қалды. Түнгі тәтті ұйқыны телефонға келген хабарлама дауысы бұзды. Қараңғы өміріме жарық шашқан жұлдызым, сен үшін жаным құрбан, сені көрмей ұйқы келер емес, келем десең алма ағаштың түбіндемін. Талғаттан келген бұл хабарламаны Сара оқымай ұйқысын әрі жалғады. Талғат ағаш түбінде келіп қалар деген үмітпен 1 сағат күтіп, болмағасын үйіне кірді. Әлия ояу екен, алдынан шықты. Жет түнде далада не ағып жүрсің? Шылым шектім. Бір қорап шылым тауыстың ба? Сонша уақыт жоғалып. Саған не болып жүр? Маған көңіл бөлмейсің. Ойлап таппаш қайдағыны. Жүр жатайық, деп иығынан демеп кереуетке жатты. Әлия Талғаттың шашынан сипап, құлағына сені қалап тұрмын деп сыбырлады. Талғат та бар бойындағы қуаты мен махаббатын шығарып, екеуі ыстық төсекте табысты. Әйелін құшып сүйген сайын, көз алдына Сараның бейнесін елестетті. Сараға деп арнаған ғашықтық сөздерін әйеліне айтты. Бұндай от түн көрмеген әйелі қуанып, кеудесіне басын қойып ұйықтап қалды. Сол түні шықпағаннан кейін Талғат Сараға хабарласпайтын болды. Ренжіген түрі ғой. Сара да тәкаппарлығы ұстап білдірер емес. Мойнында алтын алқасы жалтырап, гүлді көк көйлегі желпілдеп, әдейі аулада жүреді де қояды. Сыпырады, гүлдерді суарады, бақшадан жеміс тереді. Осылай айға жуық уақыт өтті. Бұл уақыт арасында Болат сау күні жақындауға батылы жетпей, 3 рет мас боп келіп, Сараны төсекке сүйреген. Сара да бұрынғыдай емес, күйеуіне бауыр баса бастағандай ма? Әлде төсектегі алғашқы еркегі болғасын ба, сағынышқа ұқсас бір беймәлім күй мазалайды. Әлияның босанар күні жетіп, толғағы келіп, ауруханаға жедел жәрдеммен кетті. Үйінде ұлымен қалған Талғат, келіншегін уайымдау орнына қалай Сараны үйге шақырып, оңаша қалсам деп ойлады. Ақыры себеп тапқандай болды. Сараға звондады. Алло, Сара қалайсың? Шүкір, өзің қалайсың қайнаға? Олай демеш, арадағы болған жайдан кейін. Не болыпты арада? Сара өтірік білмегендей болды. Ұмытып қалсаң, бірге еске түсірмедік па? Басқа айтарың жоқ па? Бар, не ғой, Әлия роддомға кетіп бара жатып, маған шығарда келетін киімдерді дайындап кеттім деп еді, соны таппай жатырмын. Әйелсің, көзің таниды ғой, өзің қарап тауып бересің ба? Сара ойланып, жарайды, қазір соғамын деді. Орамалын тағып, көзіне бояу жағып, үстіне әтірін сеуіп, көрші үйіне кіріп барған Сараны есік аша сала, үстіне қара майка мен жұқа ақшыл трико киіп, қымбат әтірі бұрқыраған Талғат күлімдеп қарсы алды. Әй-шәй жоқ, бас салып шөлпілдетіп сүйіп жатыр. Сені сонша сүйсем де той алмайым, деп құшағынан босатты. Сара ренжіп, келіншегің қиналып, сенің балаңды өмірге әкелу үстінде тұрса, сеніңсің мынау, қандай еркексің, деді. Сара, мұнымен не демекшісің? Біздің бұнымыз дұрыс емес. Екеуміз де отбасылымыз, әрі ағайынбыз. Артыққа бармай осы жерден доғарайық, деді Сара.
Қалайдатың барат? Бір ай бұрын мен сүйем дегенің қайда? Әлде Болатқа берілдің бе? Сонымен жатып жүрген шығарсың. Мойныңдағы алтын да соның берген шығар, деп ашуланып, Талғат қызғана бастады. Сара болса, менің сені сүйгенім қателік болды. Мен сені сүйіп қалғанда сенің отбасылы екеніңді білмедім. Болатқа келер болсақ, жатам ба, берілем бе? Өз күйім болғандықтан оны өзім білем. Сен әйелімен қалай болып жүрсең, мен де солаймын. Алхан да күйеуім сыйлады. Біреулер сияқты құр сөздің адам емес, іспен көрсететін нағыз жігіт екен деп сөзбен қамшылап өтті. Намысына тигеніне қапа болған Талғат, сен мендіксің, түсіндің ба? Ешқашан Болаттікі болмайсың. Мына жарқыраған тәнің, жаның бәрі маған арналған. Ешкімге ұстатуға хақың жоқ, ұқтың ба? Сара: ұқпадым. Сен екі баланың әкесі, бір сорлы келіншектің күйеуі, маған мендіксің дейсің. Сендік болуым үшін не істей аласың? Құр сөзбен жер жырта бермей, дәлелде, деді де есікті тарс жауып кетіп қалды. Тағы арада 2 аптадан аса уақыт өтті. Болат жұмыстан соң үйге келгенде Сараға күнара гүл сыйлап, арасында кафеден тамақтанып, әңгімелері жарасып, бір-бірін түсіне бастаған. Әлия да қызын босанып үйге шыққан. Атасы Мәриям деп есімін қойды. Енесі күнде кешкілік үйіне барып, Мәриямды тұзды шуға шомылдырып, аяқ қолын созып, жауырынын жазып қайтады. Ұлын туғаннан құшақтап қолына түсірмейтін Талғат қызына онша өбектемейді, айналып толғанбайды. Түнде мазасызданып жылай бастаса, ұйқымды қашырып жіберді деп, басқа бөлмеге кетіп ұйықтайды. Далаға шығып, Сараның жатын бөлмесінің терезесінен сығалайды. Бір қарағанда Сара жинастырып жүрсе, бірде шашын тарап отырады. Енді бірде кино қарап жатса, кейде күйеуімен жастық лақтырып ойнап жүреді. Ал бүгін күйеуімен құшақтасып, жеңіл ырғалып, вальс билеп жүргенін көргенде Талғаттың шыдамы бітті. Жерден тас алып, дәлдеп терезесіне лақтырып сындырды. Егер оқ болса, екеуінде атар еді. Айғай шу, Сара шыңғырып, сыртқа шыққан Болат ашулы тұрған дала есігін көрді. Көшені әрі-бері қарап, ешкімді байқамағасын қақпаны жауып, боқтап бұралап үйіне кіріп кетті. Талғат жасы 30-ға таяғанда жасап жүрген ісінен ұялып, қақпаның үстінен секіріп түсіп, үйіне беттеді. Киімдерін шешіп, холдағы диван үстіне жатып ұйықтап қалды. Әлия ерте тұрып, таңғы ас дайындады. Күйеуін жұмысына жібермекші боп оятуға барып, жерде шалбар қалтасынан түсіп қалған кішкене қызыл қорапты байқады. Ішін ашса, бриллиант сақина екен. Қатты қуанып, тосын сыйды бұзбайын, өзі таққан күтейін деп шалбарының қалтасына сала салды. Талғатты оятып, таңғы асын беріп, жұмысына жіберді. Талғат жұмысында ойы бөліне берді. Кешегі айдың айлығына сақина таңдап жүріп алды. Соны сүйіктісіне беруге асып. Телефонын алып Сараға хат жазды. Түскі 1-де Шаңырақ кафесінде күтемін. Өзі жұмысынан сұранып, кафеге ерте барып, мәзірден қымбат тағамдарға тапсырыс берді. 1-ден өте Сара келді. Қатты қуанышты екенін жеткізген Талғат мамық қолын ұстап, сүйіп, ілтипат көрсетті. Тамақтанып отырып, Талғат сөз бастады. Менен әрекет сұрап едің, мен ойланып шешімге келдім. Әйелмен ажырасамын. Ата-анам, бауырым, балаларым менен теріс айналса да көнем. Бірақ сенің теріс айналғаныңды көтер алмайым. Сен қолымнан ұстап, алысқа кетуге дайынсың ба? Қалтасынан қызыл қорапшаны алып, ішіндегі бриллиант жүзікті Сараға ұсынды. Сара таңға алып, саусағын беріп, жүзік таққан қолына тамсана қарап, рахмет деп жымиды. Талғат қуанып, ұсынысымды қабыл алғаның ба деп еді. Сара: қазір асығыс шешім қабылдайтын кез емес. Әліптің артын бағайық, күтейік деп тіл қатты. Жоқ демесең болды жаным, деп алып ұшқан Талғат әзіл қалжың аралас әңгімелерін айтып, Сараның күлкіден езуі жиылмады. Тамақтанып болып, қол ұстасып, саябақты аралады. Күзгі бақтың сарғайған жапырақтарын шытырлатып басып келе жатып, Талғат: Сара,
Менің саған деген сағынышым осы жапырақтардай сарғайды ғой. Сағыныштан сар уайымға салындым деп мұңға батты. Сағынғаның ұнайды, жалынғаның ұнайды, қызғаныштан өлердей жарылғаның ұнайды, сарғайғаның ұнайды, мені сүйген ерніңнің балдай дәмі ұнайды деп өлеңдеткен Сара, өзіне үздіккен жанның шөліркеген ернінен құшырлана сүйді. Бір-бірінің ернінің балдай дәмін татты. Ғашықтар кездесуінен соң Талғат жұмысына оралып, Сара үйіне қайтты. Кешке жақын ет асып, қайнағасы отбасымен келді. Тамақтан соң қауқылдасып отырып шай ішті. Әлия дастархан басында Сараның кеше ұсынған қолының ортаңғы саусағында жарқыраған жүзікті көзі шалды. Дұрыстап қарады. Иә, өзі көрген гауһар тасты жүзік. Ішінде қызғаныштың қызыл өрті лап етті. Бәрінің көзінше ашылса, осы жерде ашылсын, абыройы да осы жерде бәрінің көзінше шашылсын деп төтесінен сұрақты қойды. Сара, қолыңдағы жүзік әдемі екен, өзің алдың ба? Әлде сыйлық па? Жай сыйлық емес, қымбат біреудің сыйлығы ғой. Болат сыйлады ма әлде? Деп Болаттың көзқарасына мән берді. Болат та, басқалар да Сараның қолына қарап, Сара қызарып, саусағын үстел астына жасыра қойды. Әлия Талғатқа қарап еді, ол да іштен танып қалыпты. Мойындамасын біліп, Әлия әрі қарай жалғап кетті. Мына үндемес қуыршақ келіндерің нағыз екі жүзді, көздеріңше момақан боп, менің байымның басын айналдырып туған қайнағасына ашына боп жүр. Жүзің күйсін, салдақы. Мүләйімсіп неғып отырсың? Болат, көзіңді аш. Кімді қатын қылғаныңды көр, оян. Талғат, не деп отырсың, Әлия? Олай деуге қалай дәтің барады? Тарт тіліңді, деп айғайлады. Әлия, енді сен соның сөзін сөйлеп жатсың ба? Айтсай, қолындағы сақинаны мен сыйладым сүйікті келініме деп. Сол жүзікті кеше қалтаңнан көріп, мен бейшара өзіме арнап алған деп дәмеленіп қалдым ғой. Не деп ақталасың? Айт әке-шешеңмен бауырыңа сылтауыңды. Талғат жанындағы безілдеп жатқан Әлияның бетінен добардай алақанымен ұстап, қатты қысып жіберді. Өшір үніңді, тілің жылам. Кішкентай ұлы мамалап жылап жатыр, Мәриям шырылдап ол жатыр. Енесі Сарадан жауап күтіп қарай бергенде, Болат, Әлия жеңеше, сіз дұрыс түсінбей қалдыңыз. Ондай жүзікті ағам неге келіне сыйлау керек, сізде келіншегі тұрғанда? Ол сақинаны мен келіншегіме алғанмын. Тосынсый болғандықтан өзімде жүрсе көріп қояр деп Талғат бауырыма сенде болсын деп беріп қойып ем. Сол кезде көргенсіз ғой, ойыңыз неткен нашар еді деп қалжыңға айналдырып жіберіп, тарқылдап күлді. Ата енесі сасқалақтап, масқара, алдарын аңдамай осылай қаралауға бола ма екен? Сарадан ұят болды ғой деді. Әлия әрекетіне ұялып, жерге кірердей болды да, Сара, кешірші, босанғалы депрессияға түсіп кеттім. Жоқты бар деп күйеуімді қызғанып, не болса соны айтатын болып кеттім. Кешірім сұраймын деп, күйеуінің де қолын екі алақанымен қысып қойды. Осымен болдау Болаттың ақылымен шешілді. Болаттың бірақ осы күннен кейін Сараға деген көңіл өзгерді. Бәрі жеңгесі айтқандай рас екені өзіне мәлім. Сараның абыройы үшін осылай жасауға мәжбүр болды. Оның жер болғанын қаламады, бірақ өзінің махаббаты өшеді деп ойламапты. Уақыт өте берді. Болаттың да сезімі суи берді. Бұрын Сараның қасына жатуға асығып келсе, Сара оны жолатпаушы еді. Енді Сара жалпақтап, неше түрлі әдемі іш көйлектердің түр-түрін киіп, жанында қорғызындай толқысып жатса да, Болат теріс қарап, ұйықтап қала берді. Сара өзінің Құдай қосқан жарын менсінбей, оған сатқындық жасағанына өкініп, түнімен көзінен аққан жасы жастығын құрғатпайтын болды. Басымдағы бақты бағаламай, көзімді шел басқан екен, Алла да құрсағыма перзент бермеді. Түн сайын ең құрғанда ішімде бір өлшегі болғанда, маған жібіп кешірер ме еді деп ойлайды. Талғатта сол шудан кейін бауырына қарауға бет жоқ, тынышталып, хабарсыз қалды. Бір сарынды күндер өте берді. Болат өзгеріп, өзін жаман жағынан көрсетіп, ішіп келіп, ата-анасынан ұрыс естісе де қоймады.
бір өлесі мас боп, аулада қар үстінде қорылдап ұйықтап жатқан кезінде Талғат оятып, ақылын айтпақ болғанда, Болат, кімге ақыл айтқандайсың? Өзіңді түзе, көзіңді түзе, сенің кесірің бәрі деп жағасына жармасқан. Содан кейін Талғат ештеңе демейді. Бүгінгі түн Сараның бұл шаңырақтағы соңғы түн екенін Сара білмеді. Түнгі бірде машинасына бір қысқа юбка мен ақ шуба киген, қолында шағын сөмкесі бар қызды мінгізіп, үйіне Болат келді. Екеуі де шарап пен темекі сасып, көліктен сүйретіле түсіп келеді. Жан тұтатып жіберші деп темекісін алып Болатқа ұсынды. Екеуі тыныш түнді бұзып, ахалап күледі. Екі үйден де ұйқысын аша алмай барлығы шықты. Не ап жүр мына қыз деп Талғат жетіп барды. Мына түріңе ұят деп Болатқа жекіп, үйге қарай жүр деп қолтығынан демеп, әрең сүйретілген Болатты алып кетті. Бәрін көрген Сара жылап үйге кіріп кетті. Сара деп айқайлап жатқан Болат жастыққа бас тие сала ұйықтап қалды. Кемпір шал ұлына не болғанын түсіне алмай кемсеңдеп отыр. Талғат Болатпен келген қызды келген жағына қайтарып таксиге мінгізіп жіберді. Солай таңдатты. Ұйқысынан оянған Болат Сараға: менің көзіме көрінбей, менен кетші. Мен сені тастай алмаймын. Сен мені таста. Қанша сүйгенмен жүрегім сатқандықты кешіре алмады. Сені сол күні-ақ жіберер едім. Жұрттың алдында жүзің жарық болып кетсін деп осынша уақыт шыдадым. Бүгін кетсең, бәрі айтады. Күйеу араққа салынған, үйіне жеңіл жүрісті қыздар әкеліп, соған шыдамай кетті деп айтар. Бар айып менде қалады. Сені босаттым деді. Сара көз жасын сорғалатып, бір сөмке заттарын жинады да таксиге мініп үйіне кетті. Қайтып бармайым, бәрі бітті, енді ештеңе сұрамаңыз деп анасына бір айтқаннан кейін бұл тақырып қозғалмады. Тамаққа тәбеті болмай, жүрек айнып жүргесін тест арқылы тексеріп көріп еді, жүктіліктің екінші айында екенін білді. Ешкімге айтпаймын, бала арқылы байымды ұстамаймын деген Сара Алматыға кетті. Шаш қию мен бояу, макияж оқып, сол сала бойынша салонда аянбай жұмыс жасады. Тиянақты жұмысынан кейін клиенттер көбейіп, күнделікті табыс артты. Табысынан артылғанын депозитке жинай берді. Босанар уақыты жеткенде анасын шақырып алды. Аман есен Самал деген кішкентай нәрестені әкелген Сараның анасы жанында болып, 40-нан шыққанша баптап күтті. Артынша қайтадан жұмысына кірісіп, өз алдына шағын салон ашып алды. Салон жұмысы оңға басып, әуелі баспаналы болайын деп бар жиған тергенін сатып, 2 бөлмелі пәтер сатып алды да ауылдағы анасын, бауырларын көшіріп алды. Махаббатқа жүрегін құлыптап тастаған Сара өзіне қырындаған жігіттердің бәріне жоқ деп таныспайтын. Тек қызымды жеткізсем болды деп өмір сүрді. Талғатта жиі хабарласып, қосылайық дей берген соң, шын ғашықтар қосылмайды, бізге бір болуды тағдыр жазбаған, енді хабарласпа деп телефон нөмірін де ауыстырып жіберді. Арада 20 жыл өтті. Сара сол күйеуге шықпады. Әрине, арасында көңіліне жаққандар болды. Бірақ бірі қызыңды тастап кет десе, екіншісі Сараның көлігін меншіктеп алып, күнзақ қайдаумен уақыт өткізетін. Осы маған күйеудің қажетіне деп ойлаған Сара, тек өзі үшін өмір сүріп, бар жағдайын жасап алған еді. Атақты киім дүкендері мен сән салондары бар. Анасына аумай қалған Самал медицина академиясында студент. Талғат келіншегімен 4 бала тәрбиелеп отыр. Ал Болат сол күйі ішкіліктен арыла алмады. Ата-анасы емдетемін деп бар пенсиясын арнағанмен нәтижесі жоқ. Бизнесін бәрін араққа айырбастады. Күйік пен уайымнан олар да о дүниелік болып, Талғат үлкен үйді өз атына аударып алды. Бұдан кейін Болат ол үйге барған емес. Көшеде қайыр сұрайды, тапқанын ішеді, қаңғыбастармен жер төлейлерде ұйықтайды. Бұндай өмір құрысын деп кейде өлгісі де келеді. Өмір шіркін, тәтті ғой бірақ. Сараны сағынып, бұрын тұрған үйіне барады. Бірақ есігінде қара құлып. Ол жерде де неше күн жатады. Бұрын кім едім, қазір кіммін? Бәрін тастадым. Бұл өмірге разы емеспін деп, жүйткіген көліктің алдына сүйретіліп шыға келді де, көзінің оты жарқ ете қалды. Айнала әппақ,
айғайлаған, жылаған шуды естіді. Сараның сол бұрынғы бейнесі көрінді. Жылап тұр. Ары қарай ештеңе білмейді. Арада қанша уақыт өткенін кім білсін. Есін жиса, ауруханада екен. Жанында Сара отыр. Қартаймаған бұрынғы күйі. Шашын тіктеп алған тек. Аға, шүкір, тірі екенсіз ғой деп жылап жатыр. Сара деп тілге келгені сол еді. Палатаға Сараның өзі кіріп келді. Анашым деп Сараны құшақтай алған жанында отырған қыз Самал болатын. Арақ жеп, әбіржіп кеткен түрінен, өсіп кеткен сақал мұртынан ұялған Болат басын кері бұрып алды. Анашым, ауылдағы үйді сатып алушыларға көрсетіп, қайтып келе жатып, осы кісі аяқ асты алдымнан шыға келді. Байқамай қағып кеттім. Аллаға шүкір, қауіпті ештеңе жоқ екен деді. Сара Болатты бірден таныған еді. Болат, аман қалғаның үшін қатты қуаныштымын деп, жанына отырып қолын қысты. Болат көзінен жасы сырғып бері қарап еді. Сараның мойнында әлі сол бұрынғы өзі әперген алғасы тұр екен. Қызың өзіңнен айнымай қалыпты, деді Болат. Сара болса, қызымыз деді. Таңырқаған Болат кемсеңдеп, қобалжып жылады. Сара Самалға, қызым, әкем кім, қайда деп сұраушы едің ғой, міне әкең Болат, деді. Бірде-бір рет әке мейірімін көрмеген Самал әрине әкесінің мойнына асылған жоқ, сыртқа шығып кетті. Жас қой әлі, әкесін сағынып өсті бірақ, деді Сара. Түріңе не болған? Әбден азып кетіпсің ғой, өзіңді қолға алсаңшы, деді. Болат осыған дейін отбасында болған жаңалықтармен бөлісті. Самал да ешкімге тұрмысқа шықпағанын жеткізді. Тағдыр екеумізді қайта жолықтырып тұрған болар. Қателігіміз үшін өмірден сабақ алдық. Енді болашақ үшін жаңадан өмір парағын ашайық деп келісті. Болат ауруханадан шыққасын араққа тәуелділігінен арылуға жігерін жинады. Себебі бұрын арақты тастауға еш себеп таппайтын. Ал қазір өз өмірін беруге дайын сүйгені мен қызы бар. Солар үшін бар жаман қылықтарын тастап, жаңа өмір бастады. Әрине Сарамен. Сара оған барлық жағынан қолдау білдірді. Себебі қорғансыз шағында Болат оған көрсеткен қамқорлық оның жүрегінде мәңгі қалған болатын. Болат кәсіпке икемділік арқасында асханалар желісін ашып, Алматыда танымал кәсіпкерге айналды. Бақытқа бөленген жанұя өткенді ойлап өкінбей, тек алдағы шаттыққа толы сәттер үшін күресіп, бәрін жеңе білді.